Ерлі зайыптылардың отбасындағы қарым-қатынасы үш түрлі болады екен. Ең біріншіден, жалпы болмайтын бір ұсақ түйек үшін қайта-қайта ұрыса беретін отбасылар. Әрине, бұндай отбасында береке болмайтындығы белгілі. Егер де өздерімен жұмыс жасамайтын болса, кейін ушығып, тіпті ол үлкен мәселелерге дейін алып барып, соңында отбасын бұзылуға да алып келуі мүмкін. Екіншіден, өмір сүреді, барлығы жақсы, бірақ арада уақыт салып ұрысып тұратын отбасылар, ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой. Бұл енді көп отбасында бар жағдай. Бірақ әрбір сол келіспей қалған жағдайда артынан татуласқан кезде не үшін ұрыстық, неге олай болды деп әрқайсысы өзімен жұмыс жасау қажет екен ерлі зайыптылардың. Ал енді үшіншісі, қасиетті Құранда келгеніндей, сендердің өздеріңнен жұбайлар жараттық, жүректерің тынышталулары үшін дегендей. Яғни ер азамат ондай отбасында жұмыста жүрген кезде өзінің жұбайын сағынып жүреді, барғанша жүрегі тыныштық таппай тұрады. Үйіндегі әйелі де жаңағыдай күйеуім қашан келіп тағы да шаршататын болды емес, қашан келеді екен деп сағынышпен күтіп жүреді. Бір-бірін көрген кезде жүрегі тыныштық табады. Ондай отбасындағы берекеге дүниеде ешқандай да ләззат жетпейді. Сол үшін де хадисте дүние өткінші дүниедегі ең қайырлы нәрсе салихалы әйел деген. Ол тек қана салихалы әйел емес, салихалы ер адамда тура сондай. Сол үшін әрбір отбасын құрған ер мен әйел өзінің отбасындағы қарым-қатынасын осындай деңгейге жеткізуді мұрат тұтуы керек.